Шуга. Бұл шешен тілінен аударғанда баршаңызға сәлем дегенді білдіреді. Бүгін біз сіздермен шешен халқының тағамы жүрек анаш деген тағам жасаймыз. Бұл тағамды істеу үшін бізге ең бастысы сүрленген ет, тауықтың еті, бір жұмыртқа, бір пияз, 2 сарымсақ, тұз, ұн және оқтау, сосын су и пышақ. Тамақ істеу барысында ең алдымен қолымызды жуып алуымыз керек. Ал енді суды қайнатуға қойайық. Суды қайнатқаннан кейін етті пісіріп жасаймыз. Енді 500 грамм ұн саламыз. Ал енді сарымсақты ашылу керек. Енді пісіп жатқан етке тұз салу керек. Ал етін жуып алуымыз керек. Пісіруге, сала беруге болады. Енді тұз саламыз. Ал енді кесілген нанды кішкентай бөліктерге бөлеміз. Тестаны кесіп алғаннан кейін осындай ракушкаларды жасаймыз. Ет пісті, енді етті аламыз. Ал енді жылуды күшейтіп, істеген нанымызды еттің сорпасына саламыз. Кейін етімізді кішкентай бөліктерге кесеміз. Şimdi қамырымыз дайын болды, оны алатын уақыт келді. Ал енді дайын тамағымызға пияз бен етімізді саламыз. Тауық етін тамақтың екі жағынан қоямыз, бөліп. Ал енді бүгінгі шешен халқының дәстүрлі тағамын біз дайындап болдық.
ас болсын. Геоза ойла!